Осы Ганг өзені интернетте адам өртеуімен танымал. Үндістер өлген адамдарды әкеле салып, сразу өртей салмайды екен. Бұдан бұрын өлген адамның ең жақын еркек туысы осындай ырымдарда жасайды екен. Ең бірінші үстіндегісін су алды. Қасында оның көмекшісі отыр. Пакет ұстап алған. Енді өзі кетіп бара жатыр суға. Мұнда жүзу білмейтін адамдарға ма, кейбір адамдарға, сондай адамдарға ондай арқан байлап қойған екен. Енді түсіндім, анау жүзу білмейтін адамның қасына жүзу білетін адам бірге келіп тұр. Өмір су көрмеген адам сияқты ғой. Жіптен ұстап шығып кетейін тұр, ай бәсес. Қол аяғы дірілдеп. Жүзу білмейтін, сүңгу білмейтін біреу екен. Бұлардың заңдары бойынша бүкіл денесі суға тию керек. Сол үшін суға батады.